Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Достар, мен есімім Гүлжан, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге iHerb сайттан алған витаминдеріме уже отзыв жазып жатырмын. Бұл витаминдерді мен октябрьдің басында алған едім, заказ беріп, уже бітірдік мұны. Уже бітірдік и өз отзывымды бөлісейін. Бұл витаминдер, значит, мына жерде кальций, магний, D3, да, D3 бар, магний бар и кальций бар, осы витамин, және де екінші витамин, жидкий витамин С. Жидкий витамин С на бренд Dynamic Health деген бренд, екінші бренд бізде Natura's Life деген фирма. Бұл фирмалардың бәрі iHerb'та өз продукцияларын сатады. Значит, бұл витаминдерді мен ұзақ оқып, отзывтарын қарап, сөйтіп алғам. Сосын кейін үлкендерге арналған, екеуде жоғарыда айтып кеттім, и дозаларына тоже қарап, таңдап алғанмын. Дозаларым мына жерде достар, көріп отқандарыңыздай, магний 300, кальций 600, D3 25 деген. Мына жерде витамин С 1000 дозада. Көріп отырсыздар, енді мына жерде объем 473 мл. Мына жерде тоже самое, екеуі бірдей ақ. Екеуін алып іштік, значит, кәдімгі не сияқты, йогурт бар ғой. Ой, сейчас вот это уберу, крышка, видите, она уже кішкене қатып қалды. Бірақ кәдімгі айран сияқты консистенция ғой, қою консистенция. Вот, ішіне қарай бүйтіп, міне көріп отырсыздар ма, ішкі жағын, міне осындай консистенция, бітті уже до конца біз ішіп тастадық. Да, вот смотрите, если видно, не видно, ну не видно тут. Бітті, досе ішіп болдық қой. Вот. Енді бұны қалай мен бердім, мен бұны балаларға алдым. Неге десеңіздер, достар, кальцийді, мысалы, менде қазір 4 балам, 4 балам 3-тен асқан, 3-те, Дося, тебе сколько лет? 6-дасың, 6-да, Айсұлтан 8-де, Жалғас 11-де. То есть 3-тен асқан балар, 3-тен асқан балар, енді былай қарасаңыздар, барлық түрін жей береді ғой. Ол таблетка болсын, не болсын, бірақ жидкий түрі все равно тез сіңеді, достар, естеріңізде болсын. Мүлде витамин ішпейтін, бермейтін ата-аналар көріп отқан шығар, сіздерге айтып отқаным, жидкий витаминдерді организмге тез сіңеді. Может, үлкендерге болсын, кішкентайларға болсын, бәрібір да. Және де бұл негізі жидкий витаминдер сәл қымбатырақ жүреді. Обычно таблеткаларға қарағанда қымбатырақ жүреді. Бірақ соған қарамастан алдым. iHerb'та үлкен акция болған, сол кезде алып алған бұлардың бәрін мен. Октябрь айы бойынша бізде үлкен акциялар жүріп отқан. Акциялар туралы білгіңіз келсе, менің осы жерге номерімді тастап кетемін, маған WhatsApp-қа жазсаңыз болады, акцияларды бәрі отырамын деп, мен статусқа всегда салып отырамын. Плюс осы YouTube каналға тіркеліп алыңыз. Постоянно мен акцияларды салып отырамын, шортс ретінде и запись ретінде. Тіркеліп алсаңыз болады. Кальций балаларға 200 доза, 250 доза, норма. Ал үлкендерге 500-400 доза. Ал мына жерде көріп отқандарыңыз 600. Бірақ бұл жерде достар жазылған, бір чайный столовый ложка бересіз деп, үлкендерге. Сонда 32 күнге жетеді деген. Ал мен болсам, бір чайный ложкадан бердім, то есть жартысын ғана беріп отырдым да. Сонда мен 300 дозадан бердім ғой кальцийдан. Ал магнийдан 150 доза бердім. Ол как раз балаға арналған жақсы доза. Витамин С, конечно, дозасы азырақ. Вот, балалар с удовольствием ішіп алады. Ішіп алды. Вот, осымен бітірдік, ойлаңыздар, бір айда 4 балаға жетті, бір құтысы. Осы құтының бағасы, мен қазір ұмытып тұрмын, бірақ қазір доллар өзіңіз білесіздер, әртүрлі құбылмалы болып тұр. Бағасын мен, скорее всего, нәжегема доллармен көрсетіп кетем. Курсына көбейтіп, өзіңіз бағалай беріңіздер. Екінші витамин, кальций не үшін керек, достар? Кальций ол баланың бойын өсуі, кальций деген, былайша айтқанда, ең қажетті құрылыс материалы организмге. Тісіміз, ол сүйектеріміз, шеміршектеріміз, буындарымыз, тағы неміз дошан. Жалпы бүкіл клеткамыз осы кальцийдан құралады. Кальций өте маңызды организмге. Ал магний кальцийдің жақсы сіңуіне жақсы көмектесіп солай тұрады. Кальций организмімізде көп болып магний жетіспесе, онда организмге кальций керек емес жерлерге барып тоқтап қалады да, ол кальцинироваться етіп кетеді. Сондықтан желательно, достар, магниймен бірге ішіңіздер кальцийді. Сосын D3-мен. Келесі витамин, ол бізде витамин С. Витамин С, ол өздеріңіз білесіздер, ол иммунитетті көтереді, сосын кожаға жақсы әсер етеді. Кожаның эластичный болуына. Қазір мода болып кетті ғой, мысалы, нелер, коллагены, гиалуроновый, неше түрлі витаминдер, солардың барлығын витамин С-ні қосып ішу керек, достар. Вот, міндетті түрде су кетсе, олар организмге жақсы сіңеді. Міне жазылып тұр, для поднятия иммунитета деп. Және де бұл жерге шошқаның несі қосылмаған. Шошқаның майя дейді, продукциясы мүлде қосылмаған. Вот, дозасы 1000 доза. Да, 1000 доза, на срок годности бәрі көрсетіп тұрады. Тоже бір столовый ложкадан ішеді деген, сонда бір айға жетеді деген, бір ыдысы. Тоже мен де кальцийді берген сияқты балаларыма бұны чайный ложкамен бердім. Бір чайный ложканы алам, кесеге құям. Өткен мен өткен распаковка видеоларын көрсеңіздер, мен алып балама осыны сразу чайный ложкамен беріп едім. Ол түрі жаман болып кетті, потому что цитрус өте көп, үлкен дозада ғой, түрі әбіріп, ашы деді, ішпей қойды. Сосын кейін мен уже түсіндім, оны сумен араластырып беру керек екен. Сумен араластырып беріп, кесеге бір чайный ложка осы витамин С-дан набираю. Значит, қалған где-то 2 чайный ложкама сөйтіп су құйып жіберемін, араластырып беремін. Балалар с удовольствием тоже ішіп алды. 473 мл. Біреуі де айтқан жоқ қой, ішпеймін деп.
кішкене сонда получается лимонадтың дәмі сияқты болады. Мына жерде ыдыс бізде кальцийда стекло болса, достар, стеклянный. Мына жерде бізде пластик. Dynamic Health. Вот. Очень хороший. Міне даже бір капля да қалмады. Попробуй. Неге тамыз көрші, донышкасында может қалды ма? Ой, міне көріп отырсыздар, міне такой вот прозрачный. Еле такой светло-желтый цвет. Кішкене қалды. Такой ядреный аромат апельсиновый, прям ядреный. Вот, үлкен кісілер алып көріп отырса, осы видеоны үлкен кісілер алып ішемін десе, онда ол бір столовый ложкасын ішеді ғой. Сонда 31 күн ішеді, бір ай бойы ішеді. Бір құтысын. Вот. Осындай витамин С. Енді осы периодта, достар, өздеріңіз білесіздер, қазір күн бір резко суытып кетті, қайттан жылынып жатыр, и сол периодта көп балалар, мысалы, школда, садикта, там, мұрындарынан суағып, сопли, там, жөтел, кашель. Тфай-тфай, мен балдарымда ештеңке жоқ. Енді мен именно осы витаминде сразу әсер етіп кетті деп айта алмаймын. Мүмкін енді изначально иммунитетіміз жақсы болды ма, или білмеймін енді. Біз в данный момент ауырып жатқан жоқпыз. И вообще, еще менде мама ретінде менің де жоқ та, балаларым ауырып қалады деген ой жоқ та. Ол да әсер ете ма, білмеймін енді. Психологический тұрғыдан да. Жалпы айтқанда, достар, қазір тфай-тфай бізден ауру, там, ОРВИ, грипп, простуда деген нәрселер бізге жолаған жоқ. Жалпы айхерб витаминдері, достар, өте жақсы, алып ішіңіздер. Мен мақтаудан таймаймын. Бұл американский качество, америкалық сапа. Дозаларын көріп отырсыздар ғой, қалай күшті дозада береді. Сондықтан алып ішіңіздер. Дозаларына қарап ішкен дұрыс, өйткені аз доза болса, ол одан қандай әсер, просто это трата денег на вечер, я бы сказала. Вот, осындай отзыв, достар, қысқа болса да, сіздермен бөлісейін деп шештім. Әлде де менде осы каналға тіркеліп алыңыздар, әлде де көп витаминдер ішіп жатырмыз. Үлкендерге арналған, қалай болса, достар, осылай видео түсіріп отыратын боламын. Барлықтарыңызға рахмет, достар. Сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын.